Сәлем достар, бүгін сіздермен кабачкиден өте ерекше дәмді болып шығатын тағам дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге 2 кабачки керек болады. Жуып, жақсылап тазартып алдым. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Шанышқының көмегінде осындай жолақтар сызып шығамыз. Бұл бізге кабачкидің қабығын ашымай, осылай пайдалана беруге көмектесетін болады. Не сызып болғаннан соң бір жуып жібереміз, содан кейін осылай пайдаланатын боламыз. Кабачкиді 4 бөлікке бөлеміз. Бізге сушидің таяқшалары керек болады. 2 жанынан қойып, кесіп шығамыз. Кляр дайындаймыз. 3 жұмыртқаны ыдысқа саламыз. 1 ас қасық кукурузный крахмал қосамыз. Оның үстінен 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Жарты шай қасық тұз және де қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Не біздің клярымыз дайын болды. Осындай сұйықтау болып шығады. Ыдысқа аз мөлшерде ұн салып аламыз. Протеинға пергамент қағазымызды төсеп, бетін майлап аламыз. Кабачкиді алдымен ұнға ұнатамыз. Одан кейін клярға батырып, толықтай барлық жеріне, араларына да жағып аламыз. Дайын болған кабачкиді протеинға қойып шығамыз. Дәл осы реттікпен барлық кабачкиларды жасап протеинға қойып шығамыз. Не барлығын жасап дайындап алдық. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Бізге помидор мен сыр керек болады. Сырды жұқа етіп, турап, бөліктерге бөліп аламыз. Помидорды да ортасынан бөліп, артық жерін кесіп алып тастап, осылай турап шығамыз. Кабачкиді пештен аламыз. Помидор мен сырды осы кабачкидің арасына кезекпен кезек қойып шығамыз. Ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Қасықтың ұшында тұз және де итальянский трава, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған сместі кабачкидің бетінен барлығына жағып шығамыз. Не барлығына жағып болдық. Енді оны қайтадан 5-10 минутқа печкаға жібереміз. Не біздің кабачкиларымыз пісіп шықты, сырлары еріп, өте әдемі болып қызарып шыққан. Пышақпен аздап кесіп жібереміз, одан кейін тарелкаға салып аламыз.
Міне достар, осымен біздің тағамымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңадан шыққан видеоларымды өткізіп алмайсыздар. Менің видеоларым ұнаса, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Өздеріңіздің кабачкиден тағы да қандай күшті рецепттеріңіз бар, комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған идеал кейк келесі видеоларда кездескенше.